Батыс Қазақстан облысында әскери казармадан 4 бала қашып кеткен. 30 қараша күні түнгі 2-ден кете 4 бала Батыс Қазақстан облыстық қорғаныс департаментінің ішінде орналасқан әскери казармадан қашып шыққан. Казарманың 3-ші қабатынан секіріп қашпақшы болған 4 жігіттің бірі жерге құлап ауыр дене жарақатын алған. Ол қазір облыстық ауруханада ем алып жатыр. Жігіттің қазіргі жағдайы нашар. Оның омыртқасы жараланған. Казармадан қашқан жігіттер 3-ші қабаттан бірнеше одеялды байлап төменге түскені анықталыпты. 30-нан 1 желтоқсанға қараған түні түнгі сағат шамамен 2-лер шамасында мына жергілікті атқарушы органдардың қондырылған терезе решеткасын сындыра отырып 9 одеялды бір-біріне байлап, соның ішіндегі 3-ін жырта отырып, 3-ші этаждан С деген әскерге шақырылушы облыстық жинақтау пунктінен қашқан. Қашу барысында жерге құлап, дене жарақатын алған. Казармадан қашып ауыр дене жарақатын алған С есімді азаматтың жасы 18-де. Оған әскерге шақыру туралы хабар бірнеше мәрте жіберілді дейді мамандар. Енді әскери қызметтен қашқан үшін қылмыстық жауапкершілікпен қоса материалдық залал келтірген үшін жауапкершілікке тартылады деді қорғаныс істері жөніндегі департамент бастығының орынбасары Альберт Бекмұханов. Мына қашқан азамат бірнеше рет SMS хабарлама жеткізілген. Мына қараша айында және қазан айында оған SMS хабарлама жіберілген. Қыркүйек айында және қазан айында жеке шақыру қағазын қолына алған. Мәжбүрлеп келтіру туралы ұйғарым шығарып, мына Орал қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқарма бастығы ұйғарым жіберіп, оны мәжбүрлі түрде облыстық шақыру комиссиясына жеткізілген болатын. Қазіргі таңда жергілікті әскери басқару органдары арқылы Абай отдел полицияға Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 387 бабы бойынша әскери қызметтен жалтару деген қылмыстық бап бойынша қылмыстық іс қозғауға қолдау хат жіберілді. Қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Әскери казармадан қашқан 4 жігітке қатысты әскери қызметтен жалтару бабы бойынша қылмыстық іс қозғалатын болады, деді Батыс Қазақстан облыстық қорғаныс департаменті бастығының орынбасары Альберт Бекмұханов. Казармадан қашып кеткен 4 жігіттің 3-і кеше өз еріктерімен кері оралыпты. Олардан түсініктеме алынып жатыр. Ал 4-ші жігіт ауруханада жатыр. Қорғаныс департаментінің ішінде күзет қызметі бар. Айнала толған камера. 4 жігіттің терезені сындырып қашып жатқанын күзет қызметіндегілер неге көрмеген, неге тоқтатпаған деген заңды сұрақ туындайды. Камера жұмыс жасай ма, охрана неге көрмеген? Бұл біздер өз кінәмізді бас тартпаймыз. Себебі сол күні облыстық жинақ пунктінің кезекшілігі болды. Қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Камера бар, 3-ші этажда кезекші бар. Ода рация бар бірімен хабарласатын. Сол уақытта қандай жағдай болғанның барлығы тергеу жұмысы, қызметтік тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Скорыйды кім шақырған түнде? Скорыйды жедел кезекші шақырған. Яғни балдар қашқан уақытта балдар жаңағы дене жарақатын алған. Қасындағы балдар жаңағы кезекшіні шақырыңдар деп 3-і қашып кеткен. Ал бала жерде жатып қалған. Сол уақытта жедел іс-әрекет жасалынып, жедел жәрдем шақырылып, оны емдеу мекемесіне сол күні жеткізілді. Қорғаныс департаментінің басшылығы ауруханада жатқан жігіттің хал жайын дәрігерлерден сұрап біліп отырмыз дейді. Және департамент өкілдері әскерге барудан бас тарту, қашу қылмыстық жауапкершілік екенін ескертеді. Жалпы жоспар бойынша облыстан биыл 500-ге тарта жігіт әскерге баруы тиіс. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.